Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз бүгін әліпбидегі кезекті брайль жүйесінің нүктелі беделі харпіндегі екінші сабағын бастаймыз. Бүгінгі үйренетін әріптеріміз Н және О әріптері. Әуелі прибордың оң жағынан солға қарай теріс бағытта 6 нүкте салып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жанына Н әрпі 1, 3, 4, 5 деген нүктелерден тұрады. Енді екі клетка тастау арқылы Н әрпін жазамыз. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Енді өткен сабақтағы А әрпі мен Н әрпін қосып, ана деген сөзді жазамыз. А1, Н1, 3, 4, 5, А1. Екі клетка тастаймыз. А1, Н1, 3, 4, 5, А1. Екі клетка тастаймыз. А1, Н1, 3, 4, 5, А1. Енді келесі әріпке өту үшін 3, 6 линиясын салып шығамыз. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Жазып болдық. Енді келесі әрпіміз О әрпі. Әуелі 6 нүктені салып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жанына О әрпі 1, 3, 5 деген нүктелерден тұрады. Енді екі клетка тастау арқылы айтып отырып жазамыз. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Мінекей жазып болдық. Енді өткен әріптерде Ш әрпін өткен болатынбыз. Осы Н, Ш, А 4 әріптерден сөз құрастырамыз. Мысалы, шона деген сөзді жазамыз. Ш 1, 5, 6. О 1, 3, 5. Н 1, 3, 4, 5. А1. Екі клетка тастаймыз. Ш 1, 5, 6. О 1, 3, 5. Н 1, 3, 4, 5. А1. Тағы екі клетка тастаймыз. Ш 1, 5, 6. О 1, 3, 5. Н 1, 3, 4, 5. А1. Мінекей шона деген сөзді жазып шықтық. Енді шана деген сөзді жазамыз. Әр сөздің арасына бір қатардан тастап отырамыз. Өйткені ол өзімізге оңай болу үшін. Шана. Ш әрпіміз 1, 5, 6. А1. Н 1, 3, 4, 5. А1. Екі клетка тастаймыз. Ш 1, 5, 6. А1. Н 1, 3, 4, 5. А1. Міне бүгінгі екінші сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.